Инноватив колледж мекемесінде қаржы 31 және жол қозғалысын ұйымдастыру 31 топтарында білім алып жатқан студенттерге арналған тәрбие сағаты. Тәрбие сағатының тақырыбы Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Топ жетекшісі мен Мақаева Алтынгүл Сапарбекқызы. Тәрбие сағатының мақсаты: топта оқитын студенттерге достық, бірлік, ынтымақ туралы ой тастап, бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан ұлт пен ұлыс өкілдеріне құрметпен қарап, бейбітшіліктің құнын түсіндіру болып табылады. Ынтымақ, достық, бірлік, татулық тақырыбында жазылған ақын жазушылар шығармалары арқылы ой түйгізу. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. 1 мамырды Қазақстан халқының бірлігі күні деп жариялау туралы бұйрыққа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1995 жылдың 18 қазанында қол қойып, еңбекшілер күнін тойлаудан бас тартты. Бұл күні Қазақстан Республикасында тұратын халықтарды бірлікке, ынтымаққа ұйытатын мерекелік шаралар өткізіледі. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Елде 140-тан астам ұлт пен ұлыс өкілдері бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешуде. Ал Қазақстан халқының бірлігі күні қалай аталып өтеді? Осы турасында тоқтала кетсек. Бұл күні ән айтылып, би биленеді. Әр ұлт өкілдері өз халқының мейрамы ретінде әр ұлттың дәстүрі мен салттары көрсетіліп, киім үлгілері паш етіледі. Сонымен қатар әшекей бұйымдары мен ұлттық тағамдарынан дәм татуға болады. Қазақстан музейлері мен кітапханаларында Қазақстан бірлігі күніне арналған көрмелер ұйымдастырылады. Мейрам Қазақстан халқын ел аумағында тұратын өзге ұлттардың мәдениеті және дәстүрлерімен таныстырылып, ұлт тұтастығын нығайта түсуге көмектеседі. Осы Қазақстан халқының достығы күніне арналған көптеген өлең жолдарын кездестіреміз. Солардың біреріне назарға ұсынсақ: тірлігімен адам байлық жасады, бірлігімен асаулардан асады, адал жандар жер ананы қорғаңдар, абайлаңдар бейбітшілік жасағы. Достық бізге тым ыстық, бірлік байлық ырыс құт, жарқырасын күніміз, жаса мәңгі тыныштық. Ақ-қара деп алдымен елім бөлмес адамды, дәстүр, өнер, салтымен таңғалдырған ғаламды. Жырласа қазақ түркімен, молдаван тәжік үн қосқан, дос жүректер біріккен, мейірлері жарасқан. Ақпыз, қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз, ортақ болсын асқары тау. Жеміс толы бақша бау, болсын жер мен су ортақ, болсын бізге ну ортақ. Ақпыз, қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз деп, Қазақстан Республикасын мекен еткен түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері бір атаның баласындай тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқанын осы өлең жолдарынан аңғаруымызға болады. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан, барлық ұлттың баласы достығымыз жарасқан. Ортақ бізге бір отан, ортақ жердің байлығы, еңбек ортақ, жыр ортақ, ортақ бізге барлығы. Елім менің жарқыраған жайнаған, бақ біткенде бұлбұл құсы сайраған. Елім менің биіктігі шарайнам, қыраңғысы көгінде мың самғаған. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсем деймін бір жырын. Татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Тілі бөлек болған менен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек гүл,
Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Тілегі бір, жүрегі бір, достармен біз біргеміз, туыс барда, құрыштанда берік біздің іргеміз. Дей келе, бірлік күніне арналып, арнайы дайындалған бейне жазбаны назарларыңызға ұсынамын. Біз Қазақстанда, ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Ежелден еркіндік аңсаған қазақ халқы туған жерін түрлі жаулардан ерлікпен қорғап, армандаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Дүниежүзілік соғыс жылдары КСРО-ны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. 1995 жылы дүниеге келген Қазақстан халықтарының ассамблеясы рухани зияткерлік бағыттардың өміршең болуына ықпалдастық танытуда. Жаңа тарихи сананың қалыптасуына, оның өркендеу бағыттарын айқындауға және қазақстандық жаңа қоғам құру талаптарына сай келетін ортақ құндылықтар жүйесін орнықтыру жолында игілікті істер атқаруда. Біздің туымыз көк түсті. Зеңгір көктей ашық түс бейбітшіліктің белгісі, сондай-ақ татулық пен тұрақтылықтың, тыныштықтың нышаны. Күн тіршіліктің және сарқылмас қуаттың көзі. Ал күн астында қанат жайған қыран бүркіт тәуелсіз жас Қазақстанның әлемдік өркениетке құлаш ұрған ұмтылысының бейнесі. Тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап, әлемдік қауымдастық төрінен лайықты орын алған Қазақстан халықаралық деңгейде көптеген жетістіктерге ие болды. Көк туын асқақ көтерген қазақстандықтарды бұл күнде әлем жұртшылығы таниды. Бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар, ортақ отанымыз Қазақстанның жарқын болашағы жолында бір кісідей жұмыла еңбек етуде. Жарасқан ұлттар мен ұлыстардың мекені Қазақстан этносаралық ынтымақтастықтың жарқын көрінісін паш етуде.
бейбітшілік пен тұрақтылық ел дамуының алғы шарты, қоғамдық тұтастандырудың негізгі күші, сондай-ақ өсіп өркендеудің басты кепілі. Конфессияаралық келісім, азаматтық қоғам, мәдени және діни сұхбаттар жарасымы отанымыздың ең басты құндылығы болып табылады. Халықаралық қауымдастық Қазақстанды өркениеттер тоғысындағы ел деп таниды. Бұл дегеніміз азаматтардың еркін таңдауы, олардың сенім нанымдарына, мәдениеті мен өмір салтына деген құрметтің салтанат құруы. Бәйтерек еліміздің басты символдарының біріне айналған. Аңыз бойынша тамырын тереңнен тартатын бұл көне мифологиялық алып бәйтеректің ақша бұлттан әр асып жатқан ұшар басын бақыт құсы самұрық құс мекен етеді. Еліміздің жүрегі Астана бұл күнде барлық қазақстандықтардың мақтанышы. Жаңа дәуір 21 ғасырдың құрдасы Астана қаласы тәуелсіз республикамыздың жарқын болашағының айғағы. Ел таңбамыздың ортасына айналасына жарық сәуле шашқан киіз үйдің шаңырағы бейнеленген. Ел таңбаның екі бүйіріне симметриялы түрде қос қанатты тұлпар бедерленген. Ортасында Қазақстан деп жазылған. Қазақстан біздің ортақ шаңырағымыз. Қолдан жасалған тозақтың өзіне шыдаған елміз. Бабалар рухына бас иіп, Алладан медет сұраған елміз. Халқы жомар, даласы дархан, орманы қорған, таулары қалқан болған ақ бесік ата мекені бар. Сол мекенде жусанның жұпар есін ескеген, өздігінен ешкімге тиіспеген елміз. Шыдамының шегіне жеткенде, намыс оты еті түгілі сүйегінен өткенде, кеудесіне жанар тауы жарылып, көзінің алдығы анталап, өзіне қарап анталап тұрған жаудың, алысқанның аузын ауырып, жуысқанның жолының жұлып, бірақ тоқтатқан қазақпыз. Иә, біз ынтымақ, бірлік жарасқан мәңгілік ел Қазақстан Республикасының азаматымыз.